Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода сіздерге тоқ қайрақтың жүзін тегістеуге арналған осындай алмазный брусок туралы айтып көрсететін болам. Яғни осындай тоқ қайрақтың беттерін тегістейтін боламыз. Мен бір жағын тегістеп қойдым. Мінекей жүзіміз біраз кішкене желінген. Көп уақыт кетпейді екен, бір 10 секундтай уақыт қана. Қазір сіздермен екінші жағын түзететін боламыз. Осындай алмазный брусокпен қайрағымыздың жүзін түзетіп отырмасақ, пышақ қайрасақ немесе бұрғылардың жүзін қайраған кезде сапасыз болып шығады. Сондықтан міндетті түрде қайрақтың жүзін тегістеп отырыңыздар дегім келеді. Келесі сіздерге көрсеткім келетіні осындай маркерлар комплектіде осындай 5 түрлісінен бірақ алдым. Себебі әртүрлі материалдармен жұмыс істеу керек болады. Қара, ақ деген сияқты, яғни соған сәйкес бізге көрінетіндей маркермен жұмыс істейтін боламыз. Енді бұл маркердің өзіміздің қарапайым маркерден қандай айырмашылығы бар? Біріншіден, бұл маркердің қақпағын өстіп ашып қойсақ, 3 тәулікке дейін маркеріміз кеуіп қалмайды екен. Мынандай маркерді кейде ашып ұмытып кетсек, бұл кеуіп қалады. Бұны қайта-қайта жауып отыру керек болады. Бірінші айырмашылығы сонда, екінші айырмашылығы мына стержені өте ұзын. Яғни мен унитаздарды орнатқан кезде жаңағыдай тесіктері терең болғандықтан осы маркермен сызғанға өте ыңғайлы. Кейде сол унитаз орнатқан кезде полда су болып жатады. Сондай сулы жерлерде осы маркер өзінің ізін қалдыра алады екен. Ал мынандай маркерлар шайылып кетеді. Кафель жабыстырсақ та кафелімізде кейде су болып жатады. Сондықтан осындай маркермен белгілегенге өте ыңғайлы. Содан кейін сіздерге көрсеткім келетіні осындай екі түрлі қайшы маған өте қатты ұнады. Мына қайшымыз жаңағындай бір сетіне беретін материалдар болады. Соларды кейде тіккен кезде осындай қайшымен шетін осылай қиып алғанымыз дұрыс болады. Сол кезде материалымыз сетінемейтін болады. Ал мына қайшы маған өте қатты ұнады, себебі көбінесе мен осындай қайшымен жұмыс істейтін болам. Мына қайшының өзі түрінен ақ көрініп тұр, өте сапалы, салмағы да бірталай жаңағындай салмағы сезіліп тұрады. Жай қайшыларға қарағанда өте сапалы материалдан жасалған, және де несі металы өте қалың. Яғни қағаз болсын, не болмаса қалың материалдарды өте жақсы қияды. Қалың материалға, кожзамдарға жаңағындай өте жақсы. Жай қайшымен қиятын болсақ, жай қайшылар қидалап қия алмай қалады, себебі олардың материалдары сапасыз, және олардың мына металы да қалың болмағандықтан қайшылап қимай қояды. Кейде материалдарды осы қайшының ұшымен де қиюға тура келетін кездер болады. Кейбір қайшылар олай қия алмайды. Сондықтан бағасы да өте қымбат емес. Сондықтан тігінші болмасаңыздар да үй жағдайында осындай қайшы алып қойсаңыздар өкінбейсіздер. Бұл қайшылар өзінің жаңағындай несін жүзін өте көпке дейін сақтайды. Бұларды ұзаққа дейін қайрамауға болады. Кейбір жерде бір естігенім, бұл қайшы тіпті қайрамайды деп айтып жатқанын естігем. Яғни сапасы сондай жоғары болғандықтан. Енді ол жағын кейін жұмыс барысында көре жатармыз. Енді қазір осы тоқ қайрақты қайрап көрейік. Мінекей қайрақты қосып қойдым. Қазір енді тегістейтін боламыз. Мінекей қайрағымызды тоқтады, түзетіп болдым. Енді мына алмазный брусогымызға қарасақ, көп желінбеген, яғни көпке шыдайды деген сөз. Жалпы менің өзіме ұнады. Мінекей өте тегіс түзетілген. Мына жағы да солай. Сондықтан қайрақтарыңызда вибрация болып жатса, осындай брусокпен түзетулеріңізге болады. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.